түсінігімде әрбір адам сыртқы дүниесін, ішкі дүниесін реттеп беретін осы сүре. Екеуінің таразыға салып беретін, ой салатын осы сүре. Мысалы, жаратқанға жағу мақсатына шапқан, мейлі ол аң болсын, мейлі тіпті сиыр деп те айтылады. Bir шөп үшін соның қызметінде болып, тіпті ең соңында жан береді. Сол жолда өледі. Сол жолда өледі. Бұда жаратқанға деген иман жоқ. Енді Аллах Тағала бізге ант беру арқылы ойланбайсыңдар ма, қарамайсыңдар ма, түсінбейсіңдер ме, бәрі шығады ғой. Бұл қияметтің күнінде жаңа амалдар берілгенде барлығы анықтан анық көрініп тұрған кезде, сол ахуал күн келмей тұрып, адам ішкі дүниесін, сыртқы дүниесін өліп, талып, талпынып бара жатқан талпынысының арнасын басқа арнаға бұру. Тамақ ішуге іштихатымыз қандай күшті болған сияқты, намаз оқуға сондай іштихатпен оқу, бұл санаулы адамдарда ғана бар. Кәдімгі тамақтың иісі әрбір, кейбіреулер жұтпай шайнай беріп, ләззатын алу үшін. Намазда тұрып, сәждеде жата беріп, соның ләззетін алып біткеннен кейін Аллаху акбар деп көтерілгенін көресіз бе? Қазір көп адам айтады ғой, мен құлшылық қыламын, бірақ құлшылықтың дәмін сезбеймін. Өйткені ішкі дүниеменен сыртқы нәрсе екеуі бір жерде емес. Арна тоғыспаған, екеуі екі бөлек. Соны тоғыстырған кезде осы мен өзім, осы сүре біздің көп мұсылман ағайын бауырларымызға ой беріп, тағы да ары қарай өздері зерттеп, тәпсірлер оқып, ғылым қуып, білім қуып, осы сүренің маңайын біраз